қалдырған қабден Шыңғысұлы Шыңғысовты еске ала отырып, мәртебесін асқақтатып, ұрпақты білім нәрімен сусындатып, өмірге қанат қақтырған, өмір бойы еңбек жолын білім саласына арнаған, ұлағатты ұстаз болған, кейінгі ұрпаққа мәңгі өлмейтін мағыналы сөз қалдырған қабден Шыңғысұлы Шыңғысовты еске ала отырып, мәртебесін асқақтатып, 95 жылдық мерейтойын атап өту бүгінгі таңда қолға алынып отырған игі істердің бірі. Олай болса, бүгінде қаламыздағы қабден Шыңғысов атындағы номер 5-ші жалпы білім беретін мектебінде қабден Шыңғысұлы Шыңғысовтың 95 жылдық мерейтойына арналған ұстаз деген ұлағатқа бас идік атты салтанатты жиынның ашылуына қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қабден Шыңғысұлы Шыңғысов атамыздың аруағына тағзым етіп, 1 минут үнсіздікпен еске алайық. Шөбім айса жұрты жайсаң, туып күнді кескен жер, жаңбыр жауса лай батпағын, жалаң аяқ кешкен жер. Бүгін ұттық әр жүректе жанасын, сен бергенсің алғашқыда айырып, жақсылық пен жамандықтың арасын. Алғысымызды және сонымыздан еріп келе жатқан ізбасарларға арналған игі іс. Ата-аналардың қолдауымен басталған бұл бастау алдағы уақытта ынтымақ бірлікті нығайта түсетін сәнді саябаққа айналары сөзсіз. Баршаңызды бүгінгі күнмен шын жүректен құттықтаймын. Қабден Шыңғысұлына арналған, дарынды оқушыларға арналған конференц залдың ашылу салтанатына шақырамын.